біз адамдарды таңғалдыра аламыз, яғни қызықтыра аламыз деген сияқты. Жасалған жұмыс бізде анализ конкурентов жасадық. Кәсіпте сатудан бөлек алуды да білуіміз керек. Қандай контент өтеді деген сияқты соған бір идея берсек. Либо 60 рилсқа, либо 30 рилсқа. Біз оптовиктерді қайдан тауып отырмыз қазір? Мен барып көрмеген қазір 300 складым бар. Бағаларын салыстырып аттық, біреуінден 10 теңге, 20 теңге қымбат болса да, соның барынша сапасы жақсы. Любой кәсіп Инстаграм ашу керек. Потому что Инстаграмда болсаңыздар, болмасаңыздар, мимо вас будут проходить клиенты просто. Ассалаумағалейкум, YouTube арнамның сүйікті көрермендерім, маған шабыт беретін, реакция басып, қолдап жүретін оқырмандар. Бүгін біздің реалитидің 5-ші шығарылымы, міне енді, наконец-то ақша табуға ниеттенеміз. Алла бұйыртса, бүгін бүкіл команданы жинап, қазір ақылдасып, маркетингке не істейміз, қандай әрекеттерге көшеміз, неден бастаймыз деген сұрақтардың жауабын алатын боласыздар. Сіздерден әдеттегідей сұранатынымыз реакция басып, комментарий жазып, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Бізге ол шабыт береді. Осы реалитидің ары қарай да жүруіне қолдап, репост жасап, чаттарға жіберіп қойыңыздар. Осы бір кішігірім бауырларыңызға жасаған қолдауларыңыз болсын. Біз әдеттегідей барыңызбен бөлісе береміз. Не істейміз? Барлығын тықпай, бүкпей, барлығын сіздерге беретін боламыз. Білесіздер, біздің ниетіміз үлкен ақ. Байса қазағын байсын деген сөзді шынымен көрсетейікші осы. Қалай нойда кәсіп жасаймыз деген сұрақтың жауабын алып, сіздер де кәсіп бастап кетеді деген ниеттемін. Олай болса, кеттік. Бізде қазір жиналыс болып жатыр. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай, Ғалымжан мырза, көрдіңіздер. Ерден мырза арнайы бізге Астанадан келіп отыр қазір. Және Бақорхан. Бақорханның функциясы не істейсіз қазір? Мен, получается, маркетинг жағынан жауап беремін. Бізде қазір мысалы гүлге байланысты контент бар, оған Ерден мырза көмектеседі, ол кісі тоже. Бірақ дегенмен де клиент қайдан табамыз, қандай контент түсіреміз, қандай рубрика болады, соның барлығын ақылдаса отырып шешетін боламыз қазір. Не істейміз қазір? Бізде маркетинг деген сөз қазіргі таңда түсінікті, иә? Бізде әлі өте көп факаптар болып отыр, көріп отырсыздар. Қосымша қазір бізде плюс-минус 1,5 миллион деген шығындар шығып жатыр. Ойламаған. Қайтып ремонтымыз істеліп жатыр, анау істеліп жатыр, кеше таргет жіберіп едік, қолымызда кішкене аттады, иә? Бізде қазір әлеуметтік желі бар ма? Бар, әлеуметтік желі бар да. Жазыңызшы. Бізде қандай әлеуметтік желі бар? Бізде бірінші Инстаграм бар, иә? Инста. Біз енді қазір осы кез келген товарка болсын, любой бизнесқа, инфобизнес болсын, маңызды нәрсе ол бірінші кезекте Инстаграм мен TikTok. Осы екеуі бар ма? Екеуі бар. Парақшалар қандай жазып қойыңызшы? Инстаграмдағы парақша новый парақша, иә? Подписчик саны жинап жатырмын ол жаққа. Ал TikTokта негізі новый парақша ашқан кезінде оның контент салу үшін, одан кейін стримға шығу үшін уақыт керек. Бір-екі апта керек болады да, чтобы банға жібермеу үшін. Сол үшін біз ескі парақшаны қойып қойдық та, переименовали да. Бірақ осы жерде көп кәсіпкерде кездесетін қателік бар. Қандай? Көп адам өзінің TikToктағы аккаунттың паролін білмейді. Неге тіркелмейді ше? Бізде қазір сол проблема кездесіп қалды қазір. То есть барда, парақша барда, ескі парақша, рил салсақ, прямой жасақ болады да. Бірақ единственное бізде проблема, что бізде қай номерге тіркелген білмей тұрық. Жоқ, номерге тіркелмеген вообще. Вот, видите? Почтамен ашылып кеткен ғой. Енді сосын кәсіпкерлердің бәріне жұмыс істейсің ғой. Жұмыс істеген кезінде кездесетін проблема бар. Олар өздерінің аккаунттарын Инстаграммен, TikTok болсын, YouTube болсын білмейді ше. И айту керек кәсіпкерлерге, чтобы олар жазбасын, міндетті түрде керек нәрсе сақтап алу керек. Обязательно нәрсе да ше. Сосын еш уақытта оларды мысалы парақшаның аккаунтын SMM-шке маркетологқа емес, жаңағы компания негізін қалаушының атында болу керек номер. То есть алдынан алу керек та бұның барлығын үшін. Осы екеуі бар. Инстаграм парақшасы новый болғаннан кейін бізде подписчик аз. Қанша подписчик бар, жазып беріңізші? 63 па? 100. TikTokта 170 болды. 70 болды па? Так. Нөлден бастап қой. Нөлден аха оқырман дейік, 100 оқырман. 70. Қазақстанда қазақша сөйлейді. Жоқ, түсінікті болады ғой деймін де. Хорошо. Мықты 100 подписчик. Тіркеліп қойыңыздар. Иә, екі парақшаға да. Бізді қолдап, біздің Инста мен TikTokқа тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде қолдауларыңыз болсын. YouTube сила білемін мен.
жаңадан ашқан аккаунт болғаннан кейін, жаңадан ашқан кәсіп болғаннан кейін, само собой бізге қазір мынаны көбейту керек. Адамдар әлі қарайды, подписчик санына қарайды. Аккаунт нормально ма, компания нормально ма деген сияқты ше. Бізде команданың аздығы тоже әсер етеді. Осыны көбейту керек. Бізде қазір енді қандай факап болды? Біз кеше таргетке ар жаққа $100 бердік. Инстаға примерно бір 200 ба $300 таргет жібердік, бірақ продажа нөл болды. Қанша адам келді? 37. Одан кейін лидтің бағасы өте қымбат болып кетті. Ол таргет тоқтатып қойдық. $2 $2 ма, $2,5 болып кетті. Келген лидтің бағасы ол сатып алған жоқ еще, клиенттің бағасы емес. Сондықтан біз тағы қайтып тоқтаттық та, қайтып басқаша көріп отырмыз. Бізге команда бір маркетолог, 2 таргетолог, 2 модель. Біз қазір соларды алып жатырмыз. Өйткені бұл жерде бір нәрсені түсіну керек. Кез келген товарный бизнес болсын, маркетингтен өтініш ақша аяғаныңызда жаңағы бюджет құйыңыздар. Өйткені уақыт алады. Етелгенше ол бастапқы этапта өте қиын болады. Қазір бір жүріп кеткенше, жолға түсіп кеткенше қиын болады. Бірақ бір түсініп алғаннан кейін, оны тоқтатып тастағаннан гөрі бір жүріп кеткеннен кейін уже күшейетін болады. Қазір бізде осы бір факап бар. Қазір не жасалды десе? Бізде қазір қолымызда бар холодильнигіміз болды да, соған азырақ гүл алдық, 100 000 теңгеге, сонымен контент жасадық. Бір мобилограф болды, өзім гүл орап, өзім гүл орай аламын. Соған гүл орап, барып контент түсіре бердік, пока сала бердік. Соның 8 видео ма шығардық. 8 видеодан 70 подписчикқа жинадық қой басында. Ал қазір енді маркетолог жалдадық. Уже бір апта өзіміз істедік, бір аптадан кейін маркетологтың қасында өзінің моделі бар, сосын таргетолог бар, мобилограф бар. Олар басқаша контент жүргізіп жатыр, басқа форматта. Біз өзіміз де мына жақтан қосымша Бақор ханыммен қосылып, басқаша форматтар жүргізе беретін болдық. Айтып кететін нәрсе, айтпақшы, осы жерде бір нәрсе, өте көп тест жасаудан қорықпаңыздар. Бастапқы этапта көп контент керек болады, көп тест жасайсыздар, кейін өз форматтарыңыз шығады. Ол әрине қазір бастапқы этапта жақсы нәтиже де бермеуі мүмкін, көп қаралым да келмеуі мүмкін, атып та кетуі мүмкін, кім біледі, бірақ бастысы тоқтамау керек. Біз қазір тек енді Алматыны көрсетеміз деп ойлағанбыз, бірақ екі қаладан қатар ашып отырмыз. Қазір Алматыда бөлек магазин, Астанада бөлек магазин. Бір әрине бір жоба, екеуі жоба, просто екі қаладан ашып тест жасап көріп отырмыз. Қазір енді Ерден мырза тұрады, бұл кісілер примерно плюс-минус бірдей келеді. Не істедіңіздер қазір? Кешегі контент ұйымдастырып жатырмыз. SMM, одан видеограф алып жатырмыз. Қалай алдыңыз, соны бір айтып берші. Мысалы, көп адамдарға осы проблема деп ойлаймын. Қайдан SMM аламын, қайдан видеограф аламын, не істеймін, қанша ақша төлеймін деген сияқты. Анау басында іздедім, Астанада табу қиын екен да. Мамандар бар, бірақ қымбат төлеседі. Сосын менде ешқандай не болмағаннан кейін, таныс жоқ болғаннан кейін, одан кейін екінші нөлден бастап жатқан бизнес болғаннан кейін, үлкен суммадағы видеограф болсын, мобилограф болсын, жұмыс істеу маған қиын болады дедім да. Сосын мен не керек, Инстаграмнан іздеймін. Инстаграмда ең астына түсем, видеограф Астана деп. Сосын ең соңындағы бір бала тұр екен. Сөйтсем, ол өзіміздің оңтүстіктің баласы екен. Сөйтіп сонымен кездесіп, сөйлестім, ол айтады, SMM бар жанында, бірге команда болып жұмыс жасаймыз. Жаңағыдай, бізге де қызық, бұндай салада жұмыс жасаған, жұмыс жасасайық деп. Контент пландарын ол 2 күннен кейін әкеп берді маған, кешегі күні. Сөйтіп ол жерде жаңағыдай 60 Reels, яғни видео бір айда түсіріп беретін болды. Әр түрлі форматта, тақырыпта. Қазір SMM жаңағыдай видеоға түсетін модель қыз, одан кейін видеограф, мобилограф екеуі 300 000 теңге. Почти сол 3 нәрсені 300 000 теңгеге келісіп алдым. Сразу келісті ма? Қиындықтар болмады ма? Қиындық болмады. Ол кісілер қайта мені түсінді да. Мен де барлығын ашып айттым. Осылай болып жатыр. Бірақ оған дейін де басқа салада жұмыс жасағам, білем, контент қалай не қылатын. Бірақ сіздерден жаңағыдай айтам, маған да сіздерге де сіздер мотивацияларыңыз таусылмайтындай, мен де қысылмай, ұялмай беретіндей, жаңағыдай қиналмай беретіндей баға айтыңыздар деп едім. Олар айтты, 300 000 теңге осындай ішіне кіреді, осындай контент жасаймыз. Сторис күнделікті салынып отырады, таңда, түсте деген сияқты. Оның барлығын ортақ шешім шығардық та. Жалпы ол контент жағынан, былайша айтқанда, енді өзім жүргізіп жүргеннен кейін басқа салада маған қиындық туындамады. Примерно өзім елестетіп жүретінмін ғой, осылай болу керек деген сияқты. Басқа аккаунттарды зерттеп, қарап,
сол кісілерді былайша айтқанда команда қылып алып жатырмын да. Қанша аккаунт зерттедің? Қателеспесем бірталай аккаунтқа кіріп тіркеліп алғам. Соның бір 10 шақты аккаунт бар ғой деймін. Контентін қарап отырмын. Қандай видеолар атады, соның бәрін өзіме түртіп жазып алдым. Қандай форматта адамдарға тиімді жаңағыдай көреді, көп қаралым жинайды. Сол бойынша. Қараңыздар, осы жерде бір лайфхакпен бөлісіп кетейін, сіздерге пайдалы болар. SMM, моделограф, модель дейсіздер ма? Шындықты айтудан қорықпаңыздар. Өздеріңізді бір мықты кәсіпкер сәтті көрсетудің қажеті жоқ. Бірінші нәрсе, шынымен төлей алатын жалақыңыз келісіп алыңыз. Қанша теңге төлейсіз? 100 мың төлей аласыз ба? 60 мың төлей аласыз ба? 150 мың төлей аласыз ба? Ол кісілерге айтыңыз. Одан кейін екінші нәрсе, міндетті түрде жаңа көрдіңіздер, ертеңіміз айтып отыр. 60 видео, 60 рилс беремін деді. Нақтылық керек. Әйтпесе егер нақтылық болмайтын болса, ертең мен бүйтіп айтып едім, бүйтіп ойлап едім, сендер что-то астап атсыңдар. Кәсіпкерлерде проблема болады, ананың жалақысын төлегісі келмейді. Аналар жаңағындай жұмысын вроде көп берді саған сияқты. Сондықтан контент нақтылық жақсы көреді. Күніне 10 сторис саласын, 60 рилс бересің деген сияқты. Бір айға келсе, сонда күніне 2 рилстан шығып отырады деген сияқты. Келісіп алсаңыздар, кейін уже жұмыс істесу жеңіл болады. Одан кейін екінші нәрсе, бізде қазір командамен ақылдасып отырмыз. Бірінші айда біз нәтиже күтпейміз. Алла қаласа февраль, марттан бастап жақсы нәтиже алып жатсақ, нұр үстіне нұр болады. Сондықтан бастапқы этапта сразу контент бере салып, қырып тастаймыз, үлкен нәтиже аламын деген үміт қоймай, лучше шығынына дайын болыңыздар. 300 мың ба, 300 мың, значит, 2 ай төлесеңіздер 600 мың, 3 ай төлесеңіздер 900 мың, бірақ бұл міндетті түрде ақталады. Бір 5-6 клиентпен сіздің продажаңыз жасалып ақталып кетуі мүмкін. Бірақ сондықтан әлеуметтік желіні жүргізуіміз керек. Өзімнің сүйікті оқырмандарым Galactica Flowers'тан гүл заказ берсеңіздер, менің осы өзім YouTube'дағы арнамдағы оқырмандарыма 30% жеңілдік қойып қойып. Мына жерге шығарып қоямыз номерді, соны алсаңыздар болады. Тағы қазір енді не жұмыс жүріп жатыр сіздерде? Екінші нәрсе, жаңағыдай үлкен мысалға сауда болу үшін көп адам кіреді да, үлкен подписчигі бар аккаунттардан негізі сенімдірек та. Соны жаңа Астанада ойласып жатырмыз да. Мысалға 10 мың подписчигі бар, кәдімгі живой аудиториясы бар. Аккаунт сатып алсақ па деп те ойласып жатырмын да. Екінші жағы бар, енді ол жағынан да жаңағыдай активность түсіп кетеді, көтерілмейді вообще деген сияқты да нәрсе болып тұр да. Бірақ егер де жақсы аккаунттар болып жатса, ала салу керек. Сонымен ары қарай дамытып, тоқтатпай, жаңа тұрақтылы жасайтын болса, көтеріп алуға болатын сияқты. Сол жағын қарастырып жатырмыз. Инстаграмнан да, тиктоктан да. Жаңа арғы кісілері жарысамыз деп қоясың ғой. Бастапқыда сіздің тура жобаңыз сияқты, мысалы біз гүл ашып жатырмыз ба, гүл сияқты аккаунттар өте көп. Қазақша, орысша, Россияда, Алматыда, Ақтауда, басқа қалада крадика, художник деген нәрсе бар ғой. Сондай бір 10 парақша алып алыңыздар, көріңіз. Қалай сторис салады, қалай рилс салады, қандай контент салып жатыр, қандай текст жазып жатыр, қандай ұсыныс офер беріп жатыр дегенде сол жақтан аласаңыздар да болады. Бізде мысалы жаңа ертеңіміз айтамыз, 10 түрлі аккаунт алып, солардан көреміз. Енді ол 100-100 ұрламаңыздар. Кейде бір нарықта көріп қаласың, біреудің видеосын алып өзіне салып жатыр, немесе тарихтар жоқ, ондай болмайды. Соны ұқсатып түсіріңіз сізде. Соны ұқсатып сөйлеңіз, соны текстін алыңыз. Мысалы өздеріңіздің гүлдеріңіздің атын айтып, сол кезде бұл бастапқы этапта не жасаймын, немесе қазір отырған базардағы кәсіпкерлер болса да сіздерге лайфхак идея. Так, сонда SMM алынды, не алып деп жасаңыз? Тағы не істелінді? Бізде істелінген заттар, гүлді орайтын заттар алып қойдық. Басты керек заттар, кейін вазалар, гүлді салатын, соған арналған бачок, қалайдың ішінде гүл тұратын. Одан бөлек бізде жаңа мебельдерді өзімізге керекті, басында столды тез жасатуға тырыстық, өйткені контент істеу үшін бізге столға гүл орау керек болды да. Столды алдын ала жасаттық. Енді біздегі істелінетін жұмыстарды алдыңғы бөлімде айтып кеттік, магазинге керекті. Енді контентпен, жаңағыдай клиентпен жұмыс жасау керек болып тұрмыз. Қазір бізге алғашқы продажаларды жасау керек, маңызды. Алғашқы продажаларды жасап, сол алғашқы чектарды жасап, сенімді көтеруіміз керек, өзіміз нарықты көру керек. И бастапқы этапта бір нәрсе өтініш. Көп маржа қойып, нетпеңіздерші. Басында міндетті түрде аз-аздан бастап көріңіз. Нарықты көріңіз, және өзіңізге кішкене клиент жинап алыңыздар. Енді онымен де сіздермен бөлісеміз, кішкене өзіміз нәтиже алып алайық, алғаш ақша табайық, сосын сіздерге оның бәрін көрсететін боламыз.
қазірше осындай нәрселер жасап жатыр Иә, иә. қазір- Не қосасыз? Енді жасалу керек жұмыс, мысалға әрекеттің барлығы жасап болғаннан кейін жаңа көш керуен жүре келе түзеледі дейді ғой. Сол сияқты өзіме де қатты қызық болып жатыр бұл жоба, жаңа жоба болғаннан кейін. Жаңағыдай конкуренциясы өте мықты, мысалға бір ерекшелікті табу керек та. Солай өз-өзіме үнемі жаңағыдай сұрақ қойып жүремін, қандай ерекшелікпен біз адамдарды таңғалдыра аламыз, яғни қызықтыра аламыз деген сияқты. Сол нәрсемен ойластырып жүрміз әлі де. Алла қаласа жарамыз деп үміттенемін. Контенттен ерекшелік қой, былай айтқан кезде. Иә. Басқалардан өзгешелену керек, өзімізге сай бір контенттер жасасақ деген сияқты. Осы қазіргі жаңағыдай заманның біздегі қолымыздағы бар, былайша айтқанда байлығымыз, ол ғаламтор болғаннан кейін, интернет болғаннан кейін, сол контентті өте бір мықты, ерекше қылып көрсетуіміз керек қой. Сонымен жеңеміз деп ойлаймын. Супер. Так, не жасалып жатыр? Бақур ханым. қазір не жасалды, бізде парақша ашылды, 2 парақша. СМ Малден, Астана қаласына, сонымен қатар біз не тарттық, маркетолог командасымен тарттық. Жазып қойыңызшы, сәтсіз $300 таргет жіберілді, продажа бөлді. Жасалған жұмыс бізде анализ конкурентов жасадық, одан кейін қарап, и контент план, исходя из этого. Сәтсіз таргетке $300 кетті, продажа 0. Тағы бір лайфқа айтып кетейік. Бұл кез келген кәсіпте, мысалы бір жақсы бір сөз бар. Кәсіпте сатудан бөлек алуды да білуіміз керек. Сіз не алып жатсыз, соның эксперті болуыңыз керек. Бізде мысалы Ғалымжан мырза сол нәрсемен айналысады, бірақ біз оны әлі де күшейтеміз. Мен де ол нәрсеге кіремін. Қазір зерттеп жатырмын, гүлді қайдан аламыз деген сияқты. Біз оптовиктерді қайдан тауып жатырмыз қазір? Қазір автовиктер мен алдын Гүлдес дегендіктен сол кісілерден іздестіріп жатырмын. Мен Инстаграмнан 2 адам таптым. Солардың складтарына барып көрдім. Барып көрмеген қазір 300 складым бар. Ал жалпы тапқан автовиктердің саны 7 болды. 7 Иә, бағаларын салыстырып аттық. Біреуінден 10 теңге, 20 теңге қымбат болса да, соның барынша сапасы жақсы, бізге бағасы да қолайлысын іздеп жатырмыз қазір. Бұны, кстати, осы оптовикке қатысты бізде білесіздер, номер шығады, немесе біздің телеграмға тіркеліп алсаңыздар, сол жақта біз чек-листтер беріп отырамыз. Сол оптовиктің да кемі 3-еуін сол жаққа жазып қоямыз. Ең немнабағы біздің анализ конкурентов. Әлеуметтік желідегі конкуренттер зерттеген кезінде неге мән беру керек? Соған таблица бар, соны бере аламыз чек-лист ретінде. Одан кейін Ерден мырза қарсы болмаса, не жасадыңыз ғой? Контент план жасадық қой. Мысалы, қандай контент өтеді деген сияқтышы, соған бір идея берсек. Либо 60 рилсқа, либо 30 рилсқа чек-лист берсек, олар мысалы өздеріне керегін алып, соны қолданатын болады да, бір 30 рилсқа бір айға бір контент план берсек. Осы көрермендерге. Аха, чек-листен да берсек. Хорошо. Иә? Берсек. Олар қайдан алды, оны біз телеграмнан ала ма? Телеграмға оған жазылу үшін номер көрсетіп қоймыз. Сол номерге жазсаңыздар, сізге телеграм ссылкасын береміз. Ол жерде гүлден кәдімгі общий барлығына кететін болу керек. Кез келген кәсіпте. Мынаны түсіріп көрші, бүйтіп көрші деген сияқты. Бол. Студия ал деген сияқты. 30 ба, 30 контентке арналған. Иә, мысалы, не айту керек, там обзор жасап бер, болмаса там пайдалы ақпармен бөліс деген сияқты бар. Соны жасап, мысалы, біз көрдік қой, бірінші анализ жасадық конкуренттерді ше. Оған барысымен дайын чек-лист бар. Именно әлеуметтік желідегі конкуренттер зерттегенде неге мән береміз. Соны берейік. И плюс контент план, оларға хотя бір оңай болсын деген ба, подсказка болсын деген ниетте. Бол, иә, түсініп тұрмын. Астанада оптовиктер қалай тауып жатсыз? Сол жайлы бір лайфхактар көрсетіңізші. Өзі Астанада жалпы 10-нан астам автовиктер бар екен. Оның барлығын таныс ағаммен жасап жатырмын. Оның өзі де бір осы гүлді айналсам дегеннен бастап таныс алдынан танимын, бірақ ол кісі айналысатын білмейді екен, ағам. Сөйтіп сол кісімен 1 жылдан астам уақыт болған Астанада айналысып жатқанына, сол кісі маған көмектесіп жатыр, шыны керек. Жаңағыдай сопровождение жасап отыр маған. Полный қай жерде не бар, қандай гүлге қатысты заттар, қай жерде сатады, соның барлығын сол кісі арқылы тауып жатырмын. Братишкасы болып жатырмын ғой, былайша айтқанда. Гүл жайлы ақпараты бар адам тауып алдыңыз ғой. Осы жерде бір лайфхакпен бөлісе кеткім келіп тұр. Мысалға айтайық, мен бірінші сіздер шығарымды көрсеңіздер, мен всегда айтамын. Біз кез келген кәсіп салада, нишада кәсіп ашатын болсаңыз, міндетті түрде сол сала бойынша білетін бір эксперт болсын. Бізде мысалы өз командамызда бар, ол гүл жайлы білетін, хотя бы 10 ай алатын адам деген сияқты. Енді екінші нәрсе бар.
осы гүл бойынша бізде қазір 2 адам бар. Өзінің біреуінде 7 дүкені бар. Ана кісінің қанша дүкені бар? 6 дүкені бар. 2 адам бар. Екеуі адаммен де біз кері байланыс алып, солардан былай айтқан кезде ақпарат алып, білім алып отырмыз. Сондай адам міндетті түрде тауып алыңыздар. Сол кезде жеңіл болады. Так, бүгінге не бар, тағы не қосасыздар? Бүгінге қосатын нәрсе, любой кәсіп инстаграм ашу керек. Потому что инстаграмда болмасаңыздар, мимо вас будут проходить клиенты просто. Сол үшін парақша міндетті түрде болу керек, әлеуметтік желі. И одан кейін контентті обязательно болу керек. Контент жасайтын кезінде, сосын көп адам заморачивается же, күшті болу керек, идеально болу керек депші. Чем бір идеальный видеодан гөрі, 10 идеально салыңыздаршы, соның әсері көп болады да, соны бастау керек. Соны айтамын. Тағы бір бүгін онда осы бүгін контентімізді қорытындылайық. Сіздер лайк басып комментарий жазыңыздар, мен сіздерге айтып кетейін. Біз енді алла қаласа келесі шығарылымда алғашқы продажамызда қанша теңге таптық, соған акцент береміз, не істейміз, қалай жасадық деген нәрсеге. Екінші нәрсе, қандай контент жүргізіп жатырмыз, оны да сіздермен бөлісеміз. Одан бөлек оны сіздер біздің парақша, Галактика Flowers Алматы және Нижний Подчеркивание тұр осы жерде, соны өтіп те көрсеңіздер болады, қалай жүргізіп жатырмыз. Қазір біз рубрикалар ашамыз, соның бәрін өздеріңізге алып, тіпті гүл ашпасаңыздар да басқа өз бизнестарыңызды осыны қайталасаңыздар 100% сіздерге пайдалы болатынына гарантия беремін. Сондықтан реакция басып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше.